Қарбыз бен қауын пайдалы көкөністер. Асқабақ тұқымдастарға жататын қарбыздың отаны Африка. Оңтүстік Африканың шөлді аймақтарында осы күнге дейін қарбыздың жабайы түрлері кездеседі. Ертедегі Египетте қарбыз кеңінен мәлім болған. Ескіден қалған ескерткіштерде қарбыз бейнелерінің салынуы осыны дәлелдейді. Ал Европада ежелгі римдіктерге қарбыз кейінірек танылды. Оны жас күйінде, тұздалған күйінде және қарбыз балын жасауға, цукат әзірлеуге пайдаланады. Қарбыз қытайлықтарға сірә европалықтардан ауысқан болу керек. Себебі қытайлықтар оны батыстың қауыны деп өсіретін болған. Жаңа ераның 8 ғасырынан бастап қытайлықтар жыл сайын қыркүйек айында қарбыз мерекесін өткізіп келеді. Мереке күнінің басты сыйы қарбыз болады. Жылылықты сүйетін қарбызды өсіру барлық жерде бірдей сәтті болған жоқ. Мысалы, 1629 жылы Англияда қарбызды табиғи жағдайда өсіруге мүмкіндік болмағандықтан оны парниктерде өсіре бастаған. Россияға тіпті 18 ғасырдың екінші жартысына дейін қарбыз шет елдерден әкелінетін. Алғаш рет қарбыз 1660 жылғы патша бұйрығы бойынша Россияның оңтүстігінде өсіріле бастады. Осы ғажап көкөніс пісісімен дереу Москваға жеткізілетін. Бірінші Петрдің тұсында қарбызды сырттан әкелу доғарылып, оны жаппай өсіруге көңіл бөлінді. Қарбызды түрлі салтанатты қонақасыларда жеңсік тағам ретінде беретін болған. Қазір қарбыздың асханалық және мал азығындық түрі төменгі Поволжье, солтүстік Кавказ, оңтүстік Украина, Молдова, Закавказье, Қазақстан, Орта Азия, орталық қара топырақты аймақтың жерлерінде өсіріледі. Қауын да асқабақ тұқымдастарға жатады. Оның шыққан жері орталық және кіші Азия. Орта ғасырдағы арабтар қауынды жерге періштелер әкелген жұмақ жемісі деп санаған. Оның бейнесі ескі Ватикан фрескаларынан табылған. 16 ғасырда қауын біраз ұмытылып барып, Францияда, Прованста қайта өсіріле бастады. Осы кездерде қауынның атақты Канталупа деген сорттары шығарылған. Россияға алғашқы қауындар 17 ғасырда Англиядан әкеліне бастайды. Көп ұзамай Москвада парниктер салынып, онда қауын өсіріле бастады. Қауыннан да тәтті тағамдар дайындалған. ТМД елдерінде қауын Орта Азия республикаларында, Поволжьеде, Молдовада, Украинада және Закавказьеде өсіріледі. Қарбыз бен қауын көптеген пайдалы қасиеттері бар көкөністер. Құрамының көбі судан тұрса да, онда углеводтардың сіңімді түрлері, қант, С витамині, каротин қауында ас қорытуға жағымды әсер ететін нәзік клетчатқа болады. Бұл көкөністерде минералдық заттардың сілтілік түзілістері тиімді үлесін тапқан. Сонымен қатар қан айналысына, оның жаңадан түзілуіне әсер ететін фолий қышқылдары болады.